Егер де бір дененің ұсақ белгілерін анық көргіміз келсе, онда оны көруге қолайлы қашықтыққа орналастырамыз. Көзі қалыпты көретін адамның ең жақсы көру қашықтығы 25 сантиметр. Егер нысанға алынған дене кішкентай болса, көру бұрышы да кішкентай болады. Лупаны пайдаланып, көру бұрышын ұлғайта аламыз. Бұл үшін лупамен зерттелетін дененің орындарын, олардың арақашықтықтары лупаның фокус аралығына қарағанда қысқа болуын қадағалай отырып реттейміз. Біз дененің алынған кескіні ең жақсы көру қашықтығы 25 сантиметрде екенін түсіндік. Енді біз нысанның кескінін альфа 0 үлкен көру бұрышы арқылы көре аламыз. Аспап арқылы бақыланған кездегі көру бұрышының құралсыз көзбен қараған кездегі көру бұрышына қатынасына тең бұрыштық ұлғайту, лупаның фокус аралығы кеміп, оптикалық күші үлкен болған кезде артады. Тәжірибеде лупа бір жинағыш линзадан құралған болса, бұрыштық ұлғайтудың нәтижесі 2-ден 4-ке дейін жетеді.